Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келіпсіздер. Біз бүгін өте дәмді әрі жылдам дайын болатын жидек қосылған сүзбелі бәліш дайындайтын боламыз. Бұл бәлішті тапсырысқа пісірсеңіздер де болады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріп, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Керек заттың құрамын описание бөліміне жазып қалдырып кетемін. Ал олай болса біз бастаймыз. Бірінші тестаны жасаудан бастаймыз. Жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып, жақсылап қанты ерігенге дейін араластырып аламыз. Егер сіз қантты ерітпей салатын болсаңыз, ол қамырында көрініп тұратын болады. Сол үшін жақсылап езгілейміз. Оның үстіне бөлме температурасындағы майымызды саламыз. Осы үшеуін жақсылап араластырып алатын боламыз. Ары қарай біз сұйық массамыздың үстіне ұнымызды жаймендеп саламыз. Ұнның барлығын бірден салып жібермеңіздер, қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Сол үшін жаймендеп салыңыздар, ол ұнның тығыздығына байланысты. Қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Бізде өте жұмсақ қамыр шығады. Осы қамырымызды енді біз 20 минутқа холодильникке салып алатын боламыз. Ары қарай енді біз сүзбелі начинкамызды дайындайтын боламыз. Сүзбемізді саламыз, оның үстіне қантын салып, 2 ас қасық қаймағымызды, 2 жұмыртқамызды салып, барлығын бір тегіс етіп, блендердің көмегімен езіп аламыз. Сүзбеміздің қоюлығы орташа қоюлықта болады, как сметана сияқты болады. Ары қарай 20 минут тұрған тестамызды алып, бір тегіс етіп, оқтаудың көмегімен жайып, табамызға орналастырамыз. Табамызға бір тегіс етіп орналастырып алатын боламыз. Қамырымызды жақсылап жайып алдық. Енді сүзбемізді де дәл солай бір тегіс етіп жайып аламыз. Өз қалауыңызша жидектер салыңыз, егер болмаса салудың еш қажеті жоқ. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста 20-25 минутта пирогымызды пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады, жасауға кеңес беремін. Егер сізге видео ұнаған болса, маған тіркелуді және лүпіл басуды ұмытпаңыз. Менің арнамда апта сайын жаңа видеолар болады. Сол үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз.